жүрегі ауруынан көз жұмып, иесінен мәңгілік айырылып қалғанын, енді оның ешқашанда оралмайтынын білмейтін ит болса, үйдегілер Сарбас жерлеп жатқанда вокзал алдына барып, бұл арада күндегідей Сарбастың оралуын күтеді. Бірақ қаншама поездар келіп, қаншама адамдар сабылсып жатса да, ит Сарбастың қарасын да көре алмай, бірақ үйге қайтып кетпей Сарбасты жалғасты күтіп, сол күткеннен кеште батып, қапалақтап қар жауып, иттің әлі де Сарбасты күтіп тұрғанын байқаған вокзал қызметкері итке жаны ашығандықтан оның қасына барып, Сарбас енді мәңгі оралмайды, үйге қайтып кет дегенімен ит орнынан қозғалмай қояды. Ал Сарбастың әйелі болса көп өтпей, жүрек жаралы болған бұл қалаштан кету үшін үйін сатып, қызы мен күйеу баласын және итті ертіп, басқа жерден үй сатып алып орнығып алғанымен, ит бұл арада бірнеше күн бойы тамақ ішпей жатып, ақыры бір күні ешкімге де білдірместен қашып, темір жолды бойлай жүре қалай қалаштарды басып өтіп, ақыры бұрынғы үйлеріне келсе, бұл арада бөтен адамдар жүрген болып, бұдан ит бұл арада Сарбастың жоқтығын білгендіктен дереу вокзал алдына барып, бұрынғы Сарбасты күтетін жеріне отырып, жалғасты Сарбастың келуін күте бастайды. Бірақ көп өтпей Сарбастың қызы да бұл араға жетіп, ит үйіне алып кеткенмен, ит тағы да тамақ ішпей, тек әр күні поездың шыққандығына басын көтеріп, оның бұл халын түсінген Сарбастың қызы бір күн итке, ол енді мәңгі оралмайды, егер сен оны күтем десең, сені жіберейін деп, оның бұл сөзін ит түсінгендей қыздың жолын жалап рахмет айтқандай боп, қыз қақпаны ашқанда алды артына да қарамастан Сарбасты күтетін вокзал алдына барып, жалғасты Сарбасты күте бастайды. Сөйтіп арадан бір жыл өтіп, иттің әр күні осында Сарбасты күтетіні жақында алысқа таралып, талайлаған тілшілер кеп итпен суретке түсіп, ол туралы газеттерде жарыса мақала жаза бастайды. Әрбір күні Сарбастың жапондық досы бұл араға келіп, иттің Сарбасты күтіп тұрған өз көзімен көріп, оның өлгенше осында болатын сезгендіктен итке барып, біраз құшақтап, әрі қасындағы тамақ сататын жаймашыға қанша ақша аламын десеңіз де берейін. Мына итке әр күні тамақ беріп тұрсаңыз десе, жаймашы ақшаның керегі жоқ. Бұл итті айналадағылардың барлығы жақсы таниды, әрі жақсы көреді. Сондықтан әр күні барлығымыз оған тамақ беріп тұрамыз деп, бұны естіген Сарбастың досының көңілі орнығып жолына түседі. Содан кейінгі жылдарда ит мейлі қарлы боран, мейлі нөсерлі жаңбыр болса да әр күні осында келіп Сарбасты күтіп, сол күткеннен мол күтіп, арадан 10 жылда өте шығады. Бұл кезде ит кәртейіп жүруге шамасы келмей қалса да, Сарбасты күтуін тоқтатпаған болып, бәлкім бұл иттің бүкіл өмірі Сарбаспен қоштасқан сол бір күздің көңілді таңертеңінде мәңгілік қалып қойған болуы мүмкін еді. Бір күні бұл араға 10 жылдан бері оралмаған Сарбастың әйелі бір жұмыспен келе қып, вокзалдан шыға бере, бірден анадайда қақиып тұрған итті көріп қалып, бір жағы қатты таң қалса, бір жағы жүрегі ауырып, итке барып, көз жасын көлете, оны сипамен бірге, сен оны әлде күтіп жүрсің бе деп, ит болса Сарбастың әйелін таныса да, оған еш еркелемей, әйел болса итті алып кеткісі келгенімен де, оның өзімен бірге кетпейтінін біліп, қимастықпен жолына түседі. Көп өтпей бір қарлы боранды түні ит бойын әрең сүйреліп, вокзал алдына келіп, Сарбасты күтетін жерге барып жатып, вокзал есігіне телміріп, есіктен Сарбастың шыға келуін күте көзде жұмылып, көз алдына Сарбаспен өткен бақытты күндер елестеп, өстіп бір кезде ит көзін қайта ашып қалса, есіктен шынымен күлімсіреген Сарбас шыға келіп, бұдан қуанған ит жүгіріп барып Сарбастың құшағына еніп, міне осылайдан бұл ит осы бір ызғарлы кеште Сарбастың оралуы сынды тәтті түстің ішінде мәңгілік ұйқыға кетіпті. Бұл кезінде шын болған уақиға негіздеп жасалған кино болып, иттің аты Балғын екенде, ол иесін 15 жыл күткен Токио қаласының Кейбір аңғар поезд бекетіне кейін адамдар Балғынды мәңгілік еске алып тұру үшін оның мүсінін қатырған болып, бұл мүсін әлі күнге дейін вокзал алдында бар екен. Фильм ұнаса ақша жүрек беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын.